Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабағымыз электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші және кернеу. Ең бірінші біз электр тоғы не дегеннен бастайық. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттеліп бағытталған қозғалысын айтамыз. Мысалы ретінде мына сымды сызайық. Қандай да бір өткізгіш сым. Осының ішінде кез келген металл сымдардың ішінде артық электрондар көп болатынын біз білеміз. Мысалы мына электрондар деп ойлайық мына нүктелерді. Так, электрондар. Бұл электрондар өзімен өзі еш жаққа бармайды. Бір орында теңселіп, ары-бері хаосты қозғалыста болады дейміз. Ал енді қандай да бір электр өрісін біз тудыратын болсақ, былайша айтқанда мына сымды апарып батарейкаға жалғайтын болсақ, плюс-минусқа қарай. Бұл электронның барлығы қандай да бір бағытта бірге қозғалады екен. Барлығы бір бағытта қозғалады. Осы құбылысты біз электр тоғы деп атаған отырмыз. Енді электр тоғы қаншалықты күшті немесе қаншалықты әлсіз екенін көрсететін шаманы мына ток күші деп атайды екенбіз. Ток күшін I деген әріппен белгілейміз. Ток күші дегеніміз не? Қандай да бір уақыттың ішінде мына ауданнан өтіп жатқан зарядтардың мөлшері екен. Қанша заряд өтеді? Мысалы, 1 секундта мына жақтан қанша кулон заряд өтеді? Соны көрсететін шаманы біз ток күші деп атайды екенбіз. Ток күшінің формуласы мына өткен зарядтарды сол зарядтар өткен уақытқа бөледі екенбіз. Зарядтың уақытқа қатынастың шаманы ток күші деп атайды екенбіз. Мынау бізде ток күшінің негізгі формуласы. Сонда ток күші дегеніміз бірлік уақытта өткен зарядтардың шамасы екен. Ток күшінің өлшем бірлігін Андре Ампердің құрметіне ампер деп атайды екенбіз. Ток күшінің өлшем бірлігі мысалы 1 ампер. 1 ампер деген сөз 1 секундта мына сымның бойынан 1 кулон заряд өтсе, ондағы ток күшін біз 1 ампер деп атайды екенбіз. Енді келесі кернеу деген шама. Кернеу деген шама не? Мына электрондар өзімен өзі мына жақтан екінші жаққа қарай қозғалмайды. Демек, оны біз қандай да бір электр өрісі қозғап жатыр. Мысалы, электрондардың барлығы теріс зарядталған. Мына сымды біз батарейкаға жалған кезде, мына электронның барлығы батарейканың плюс жағына қарай қозғалуға тырысады. Электрондардың бәрі плюс жағына қозғалуға тырысады. Демек, плюс жағы, минус жағы уже пайда болды деген сөз. Мына жақта қандай да электр өрісі пайда болды деген сөз. Демек, электр өрісі мына электрондарды бір орыннан екінші орынға қарай тасымалдап қозғап жатыр деген сөз. Енді заряд мына орыннан басқа орынға орын ауыстырса, біз электр өрісі қандай да жұмыс жасады дейміз. Енді осы электр өрісінің жасаған жұмысын осы зарядқа бөлгенге тең шаманы біз кернеу деп айтады екенбіз. Оны U деген әріппен белгілейді екенбіз. Кернеудің өлшем бірлігі бізде U тең 1 вольт деп вольтпен өлшейді екенбіз. В деген ол вольт, А деп біз ампер айтады екенбіз. Ток күшінің өлшем бірлігі ампер, кернеудің өлшем бірлігі вольт екен. Кернеу дегеніміз осы, ток күші дегеніміз осы екен. Енді ары қарай ток күшін өлшейтін құралдың атын біз амперметр деп айтамыз. Өзі өлшем бірлігіне қарап, ток күшінің өлшем бірлігі ампер, демек ток күшін өлшейтін құралдың атын амперметр деп айтамыз. Кернеудің өлшем бірлігі вольт, кернеуді өлшейтін құралдың атын вольтметр деп айтамыз. Енді амперметр өлшенетін құралға тізбектей жалғанады екен, ал вольтметр өлшенетін құралға параллель жалғану керек екен. Енді осыны кішкене түсініп алайық, не туралы болады? Тізбектей деген не ол, параллель деген не ол? Мысалы ретінде, мынау бізде өткізгіш сымдар. Мынау бізде өткізгіш сымның шартты белгісі. Өткізгіш сым. Мынау жақта бізде, мысалы, мынандай белгіні көретін болсақ, мынау бізде кілт деген сөз. Пока мына екі сым бір-бірінен ажырап тұр. Егер кілтті біз жалғайтын болсақ, екі сым бір-бірімен тұйықталады. Кілт. Ары қарай, мұнда бізде батарейка, плюс жағы ұзын, минус жағы қысқа болатындығына біз батарейка немесе гальвани элементі деп айтады екенбіз. Тоқ көзі деп айтуымыз керек. Тоқ көзі. Ары қарай, мынандай нәрсе бізде кедергі деп аталады. Төртбұрыш нәрсе кедергі. Ары қарай бізде, мысалы, батарейка біз қандай шам жалғайтын болсақ, шамның шартты белгісі бізде мынандай дөңгелек, ортасында мынандай крест. X деп қойып қоямыз. Ары қарай біз ток күшін өлшейтін құралды амперметр дейміз. Оның шартты белгісі дөңгелек, дөңгелектің ішінде үлкен А деген әріп тұратын. Амперметрдің шартты белгісі. Келесі вольтметр. Ол да дөңгелек, ішінде В. Ағылшынша В деген әріп тұрады. Бұл бізде вольтметр екен дейміз. Енді ары қарай
электр тізбегі қалай жасалу керек, қалай салсақ болады. Соған көшеміз. Мына тақтаны бірінші өшіріп алайық. Так, электр тізбегі ең бірінші мына ток көзінен бастайық. Мына жағы плюс, мына жағы минус, мына ток кетті. Ток көзінің мысалы плюсін ары қарай қандай да бір кілтті жалап қояйық, тоқты қосып өшіріп отыратын. Ары қарай біз мұнда амперметр жалап қоямыз. Ары қарай ток кетіп бара жатыр. Мұнда біз қандай да бір шам жалғап қоямыз. Ары қарай болып бітті. Ары қарай тізбекті тұйықтай саламыз. Сонда мына амперметр өзі өлшейтін құрал. Мына шамның ток күшін өлшеу үшін осы шамға тізбектей жалғанады деген сөз. Тізбектей деген сөз бір сым келе жатыр, амперметрге кіреді, ары қарай амперметрден шығады, ары қарай мына шамға кіреді, ары қарай шамнан шығады. Демек, бір сымның бойымен жалғанып тұрған тізбекті біз тізбектей жалғау деп айтамыз. Амперметр мен шам бір-бірімен қазір тізбектей жалғанып тұр. Ал енді осы шамның кернеуін өлшеу үшін біз вольтметр деген құралды шамға параллель жалғаймыз. Параллель жалғау деген сөз, сым келе жатады. Сым мына жолда екіге айырылады. Келе жатқан сым біреу былай өтеді, біреу былай өтеді. Ары қарай мұнда вольтметрді жалғаймыз. Ары қарай былай қосып жібереміз. Мына шам мен вольтметр бір-біріне параллель жалғанып тұр. Сонда ток келе жатыр. Ток мысалы кілт жабылады. Ток өтеді, амперметрден өтеді, шығады ары қарай. Ток екіге бөлінеді. Біреуі шам арқылы өтеді, екіншісіне вольтметр арқылы өтеді екен. Демек, вольтметр мен шамның жалғануын біз параллель жалғану деп айтамыз. Амперметр мұнда тізбектей жалғанады. Сонда токтың барлығы қаяқтан өтеді? Міндетті түрде амперметр арқылы өтеді. Демек, амперметрден қанша ток өтсе, демек, шамнан да сонша ток өтеді деп ойлаймыз. Бірақ мына жақта амперметр арқылы өткен ток келеді дағыны екіге айырылып кетуі мүмкін ғой. Жарты ток былай өтеді, жарты ток былай өтеді. Көп жағдайда біз вольтметр, идеал вольтметр деп қарастырамыз. Көбінесе вольтметрдің кедергісін өте жоғары қылып жасайды. Сол кезде мына вольтметрдің өте азғантай ғана ток өтеді. Сол үшін тоқтың көп бөлігі шамнан өтетіндей қыламыз. Сол кезде мына жаққа өткен тоқты ескермейтіндей аз ток өтеді. Ескермеуге болады екен. Идеал жағдайда. Сонда өлшенетін шамның кернеуін вольтметр қарастырады. Ток күшін амперметр қарастырады екен. Мынау бізде кәдімгі электр тізбегінің сұлбасы өстереді. Енді электр тізбегі сыртқы тізбек және ішкі тізбек болып екіге бөлінеді. Ішкі тізбек деген ол батареяның өзі, ал сыртқы тізбекте батареяның сыртында не бар? Соның барлығы мына кілтіміз, амперметр, шам, вольтметр, осының барлығы бізде сыртқы тізбекке жатады екен. Енді сабақ түсінікті болса, ары қарай бір-екі мысал қарастырайық. Так. Бірінші есеп. Бір сағатта, мұна жаққа есеп жаза берейік. Бір сағатта 25 кулон заряд өту үшін өткізгіштегі ток күші қандай болу керек? Номері 1 деп қояйық. Бір сағатта, демек уақытты беріп қойған, Т тең 1 сағат. Так, бір сағатта 25 кулон заряд өту үшін, так, номері 1. Осылай қоршап қойсақ, есепке кедергі жасап қалмасын. 25 кулон Q тең болады 25 кулон заряд өту үшін ток күші қандай болу керек? I. Ток күшінің формуласы I тең Q бөлінген T. Демек, зарядты уақытқа бөле саламыз. I тең болады. Q бізде 25 кулон, уақыт бізде 1 сағат. Халықаралық бөліктер жүйесіне біз уақытты секунд өлшеуіміз керек. Сол үшін 1 сағатта 3600 секунд бар. 1 сағатта 60 минут бар, әр минутта 60 секундтан бар. Сонда 60-60-ға көбейтсек 3600 секундқа тең. Енді 25-ті 3600-ға бөлуіміз керек. Калькулятор.
Так, 25 кулон бөлінген 3600, 25-ті бөлеміз 3600-ге, 0,0069 артында 4 кете береткен. Ампер. Так, арғай симай қалды. Енді ток күші бізде, мысалы, 0,00694 ампер болды ма? Біз бұны арғарай миллиампермен жазатын болсақ, үтірді 10-ға қарай 3 рет жылыстамыз. 1, 2, 3. Тең болады 6,94 миллиампер деп шығарады екенбіз. Бұл бірінші есебіміз бітті. Арғарай екінші есеп. Так. Екінші есеп. Аккумулятордағы 0,25 кулон заряд орын ауыстырғанда 0,17 джоуль жұмыс жасалса, онда аккумулятор полюстеріне кернеу қандай? Номері 2. Аккумулятордағы 0,25 кулон заряд Q тең 0,25 кулон заряд орын ауыстырғанда 0,17 джоуль жұмыс жасаса, тең болады 0,17 джоуль жұмыс жасаса, онда аккумулятор полюстеріндегі кернеу қандай? U белгісіз. Кернеудің формуласы U тең жұмыс бөлінген заряд. Зарядты тасымалдау үшін 0,17 джоуль жұмыс жасаған. Демек, ары қарай кернеу тең болады 0,17 джоуль бөлінген 0,25 кулон. 0,17-0,25-ке бөлсек, 0,17-ні бөлеміз 0,25-ке, 2,8. 2,8 өлшем білігі вольт. Бітті. Екінші есебіміз шешілді. Ары қарай үшінші есеп шығарамыз. Тақтаны өшір жерік. Ал енді үшінші есеп. Ток күші 0,5 ампер болғанда 7,17 кулон заряд тасымалдау қанша уақытқа созылады дейді. Номері 3. Ток күші 0,5 ампер болғанда тең 0,5 ампер болғанда 7,17 кулон заряд. Q тең болады 7,17 кулон. Осы қанша уақытқа созылады белгісіз. Ток күшінің негізгі формуласы заряд бөлінген уақыт. Осы жерден уақыт табатын болсақ, Т тең. Демек, зарядты біз бөлеміз ток күшіне. Ары қарай уақыт тең болады. Заряд бізде 7,17 кулон. Оны бөлеміз 0,5 амперге. 7,17-ні 0,5-ке бөлсек, 7,17-ні бөлеміз 0,5-ке. 15,14. 15,14 секунд. Үшінші есебім шешілді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.